Құпиялы әлем каналына қош келдіңіз. Құпияға толы әр оқиғаны жіберіп алмас үшін каналыма жазылыңыз, пікір жазыңыз, бөлісіңіз. Подписка мен лайк каналдың дамуына үлес қосады. Жайғасып отырыңыз, бұл оқиға сізге арналады. Жаңадан келген офицер Кан Мин Джун патрульдік жол талғамайтын көліктің жолаушылар орындығында отырып, есік тұтқасын қатты ұстап, өзін ыңғайсыз сезінді. Оның киімнен әлі де қойманың, жаңа қырқылған жүн мен крахмалдың иісі шығып тұрды. Өзін әлсіз сезінгендігі сонша, кеудесіндегі қызметтік төсбелгі оны асфальтқа дейін тартып бара жатқандай ауыр сезілді. Ол 25 жаста еді, бірақ бүгін таңертең өзін жасөспірім сияқты сезінді. Ол әкесінің көлігін рұқсатсыз алғаш рет жүргізді. «Мин Джун, демал. Осылай зорығып жүре берсең, бірінші жанармай құю бекетіне жеткенше аяғыңды баса алмай қаласың», деп күңкілдеді. Сержант Пак До Хён ескі мектептің адамы еді. Оның әжім басқан жүзі соңғы 30 жыл бойы өзі патрульдеген қаласының картасына ұқсайтын. Ол рульді баяу бұрып, қағаз кеседен суық кофе ішті. Ол үшін бұл жай ғана тағы бір таң еді. Ал Кан Мин Джун үшін жаңа өмірдің бастамасы. «Бұл менің кінәм, сержант», деді дауысы саңқ етіп. «Маңыздысы сіздің қалай келгеніңіз емес, бұл ауысымнан қалай кеткеніңіз. Біздің жұмысымызда адреналин жаман серіктес. Ол сіздің көру қабілетіңізді бұзады. Терең тыныста, демал. Біз қаланы аралап келеміз». Терезенің сыртындағы қала енді ғана оянып келе жатты. Сеулдің сұрғылт биік ғимараттары қысқы күн сәулесінде ақшыл алтын түске боялып бара жатты. Кан Мин Джун өтіп бара жатқандарды бақылап, олардың ойларын оқуға тырысты. Ол академиядан келген нұсқауларды есіне алды. Полиция қызметкері басқалардың жасыруға тырысқанын көре білуі керек. Кенет радио қабылдағыш қосылып, хабар тарата бастады. Алаңсыз отырған Кан Мин Джун селк етті. «Барлық станциялар, 5-ші сектор. Тонау жүріп жатыр. 5-ші және негізгі көшелердегі азық-түлік дүкені. Абайлаңыздар. Күдікті тапаншамен қаруланған. Оларда кепіл бар». Пак До Хён бірден кофесін қойды. Оның көзқарасы өзгерді. Босаңсыған көзқарас жоғалып, оның орнына мұздай зейін келді. Ол сиренаны қосты. Біздің өткір дыбыс таңғы тыныштықты бұзды. «Бұл сенің алғашқы жорығың, Кан Мин Джун», деді ол газды басып. «Мұқият тыңда. Бүгінгі басты қаруың тапанша емес, тілің. Егер біз оқ ата бастасақ, жеңілеміз». Олар дүкеннің сыртына келіп, шығу жолын жауып тұра қалды. Кан Мин Джун жүрегінің бірсілдеп соғып тұрғанын сезді. Ол көліктен секіріп түсіп, ашық есіктің артына тығылды. Іште шыны витрина артында лас свитшот киген жас жігіт жүр. Ол қолдары дірілдеп, қарт кассирдің басына тапанша тақап тұрды. «Кан Мин Джун, тапаншаңды дайында, бірақ шіртпесіне саусағыңды тигізбе», деп сыбырлады Пак До Хён, қолын көтеріп алға қарай жүріп. «Оған көз сал. Нысана емес, адардарды ізде». Кан Мин Джун нысанаға алып шолу жасай бастады. Алдыңғы көздеуіш арқылы ол қарақшының көздерін көрді. Оларда ешқандай зұлымдық жоқ еді. Тек жабайы, шошынған қорқыныш қана бар еді. Бала тұншығып бара жатты. Оларды байқап қалған тонаушы айқай салды. «Кейін қайт, мен оқ атамын, ант етемін». «Мені тыңда», деп кенеттен Кан Мин Джун сөйледі. Алдымен оның дауысы дірілдеп, сосын нығая түсті. «Балам, маған қарашы. Мен Кан Мин Джун. Бүгін менің жұмыстағы алғашқы күнім. Сен менің алғашқы жұмыс күнім адамның өлгенін көрумен аяқталғанын қаламайсың ғой, солай ма?» Қарақшы жаңадан келген жауынгерге көз тігіп, бір сәтке үнсіз қалды. «Сен қиындыққа тап болып отырсың, түсінемін», деп жалғастырды Кан Мин Джун, Пак До Хённың нұсқауымен абайлап, алға қарай қадам басып. «Бірақ қазір сен табалдырықта тұрсың. Егер сен шүріппені бассаң, кері қайту мүмкін емес болады. Ал егер тапаншаны қазір қойсаң, ешкім зардап шекпейді. Біз сенің берілгеніңді ерікті түрде тіркейміз. Жақсы адвокаттың көмегімен сен тек шартты түрде жазаласың. Аман есен үйіне ораласың. Отбасың туралы ойла. Олар үшін мен де сені $100 үшін түрмеде көргісі келе ме?»
Жоқ әрине, ақылға ел балам, деді Кан Мин Джун. Жан түршігерлік тыныштық орнады. Тек дүкен тоңазытқышының гуілі ғана естілді. Ақыры тонаушы жылап жіберді. Қолы түсіп кетті. Мылтық ағаш үстелге дар етіп құлап түсті. Кешіріңіз, мен пәтер ақысын төлей алмай жатырмын, деп сыбырлады ол, бетін қолмен жауып. Кан Мин Джун тез жақындап оны кісендеді. Баланың қолдары мұздай суық еді. Алдыға салып алып жүр, Кан Мин Джун, деді Пак До Хён ақырын, оның артынан келіп. Жақсы жұмыс. Бүгін екі адамның өмірін сақтап қалдың. Біреуі оқтан, біреуі өмір бойы бас бостандығынан айырылудан. Тұтқынды бөлімшеге апара жатқанда Кан Мин Джун терезеден қарады. Айналасындағы әлем бұрынғыдай өтіп жатыр, бірақ ішінде бір нәрсе қайтымсыз өзгерді. Ол өз жұмысының кейде үмітін үзетін қауіпті әңгімеге айналатынын түсінді. Бірақ ол бірнеше күннен кейін бұл әңгіменің әлдеқайда қараңғы, қорқынышты болатынын әлі білмеді. 3 күн өтті. Қарақшыны сәтті ұстаудың алғашқы қуанышы полиция жұмысының тыныс тәртібіне біртіндеп жол ашып берді. Кан Мин Джун патрушының жұмысының 90% күтуден, шексіз бланкілерді толтырудан және қаланың тұрғындарын баяу зерттеп, кімнің немен айналысып, не қортып жатқанын бақылаудан тұратынын түсіне бастады. 2026 жылдың 17 қаңтарындағы таң сұр түсті болып атты. Сеулдің үстінде қалың тұман тұрды. Оны жергілікті тұрғындар кеңіс тұманы деп атады. Ол күртешелердің астына сіңіп, патрульдік көліктің алдыңғы әйнегіне ұсақ тамшылар болып жиналып, қаланың дыбыстарын мақтаға оралғандай етіп тұншықтырды. Білесің бе, Кан Мин Джун, тіпті егеу құйрықтар да мұндай ауа райында иінде болады, деп күңкілдеді Пак До Хён, тұманданған әйнекті жеңімен сыртып. Тұман, абай бол, Кан Мин Джун басын изеді. Ол философиялық ойға беріліп кеткенде, айтылған сөзді қайталап сұрамауды үйреніп алған еді. Ол планшетін тексеріп, түнгі репортаждарды қарап отырғанда, радио кенеттен сықырлап жанданып қоя берді. Радио қабылдағыштан диспетчердің өткір дауысы шығып, кабинаның ұйқылы тыныштығын бұзды. 9 сектор, Ханнамдон, Чхонсу көшесі 18. Өлі дене табылды. Шағымданушы тұрғын үй кешенінің күзетшісі. Пак До Хён үнсіз жарқылдауышты қосты. Бірақ сиренаны қосқан жоқ. Асығыстық жасаудың қажеті жоқ еді. 7 минуттан кейін олар екі биік кірпіш ғимараттың арасында орналасқан тар тұйық аллеяның кіреберісіне келіп тоқтады. Бұл аймақ беделіне қарамастан оқшауланған еді. Ылғал мен қоқыстың иісі шығып тұрды. Фаралардан олар ашық сары жилет киген күзетшінің бейнесін көрді. Ер адам дірілдеп, қолымен аллея жақты нұсқап тұрды. Қоқыс жәшіктерінің жанында көлік тұрағы бар жолдың арғы бетінде бір мәйіт жатты. Кан Мин Джун көліктен түсіп, суық ауаның лезде сүйектеріне дейін жеткенін сезінді. Неткен, суық күн, деді ол бүрсіп. Кан Мин Джун фонарды қосты. Фонар жарығы қымбат қою, көк костюм киген ер адамды көрсетті. Ол бетін төмен қаратып, қолдарын созып, лас асфальтты құшақтағысы келгендей созылып жатыр. Оның қолмыш шашы қанға боялып кеткен еді. Тым жақындама, Кан Мин Джун, деп ескертті Пак До Хён резеңке қолғап киіп. Аяғында байла. Гильзалар, іздері бәрі де бар. Біздің барымыз осы. Элияс сұйықтық тақтарын байқамай, дененің айналасында ақырын қозғалды. Мәйіт 42 жастағы Чфе Сон У болып шықты. Кан Мин Джун оны жүргізуші куәлігіндегі фотосуреттен таныды. Оны Пак До Хён жәбірленушінің күртешесінің қалтасынан мұқият алып шықты. Чфе Сон У қаладағы танымал құрылысшы инженер болды. Оның есімі жаңа зәулім ғимараттардың құрылысы туралы жаңалықтарда жиі кездесетін. Әмиянада де сол жерде. Қолма-қол ақша $2000. Қол тимеген. Білегінде полиция қызметкерінің жылдық жалақысына тең Патек Филипп сағаты бар еді. Пак До Хён басын шайқады. Бұл жай көшедегі тонау емес. Оған 2 рет оқ тиген. Арт жағынан. Бір оқ жауырынына, екіншісі басының желкесіне тиіпті.
Кан Минджун ентиіп, марқұмның киімін мұқият қарап шықты. Оның көзқарасы таңғаларлық бір нәрсені байқады. Мәйіттің сол жақ аяқ киімінің бауы босап қалған. Анықтап қараса, бауы мүлдем жоқ еді. «Сержант, қарашы», деді Кан Минджун аяқ киімді нұсқап. Оң жақ аяқ киімнің бауы екі есе түйінделген. Бірақ сол жақ аяқ киімде жоқ. Неге? Біреу мәйіттен бір ғана аяқ киім бауын алуы керек. Пак До Хён көзін қысып, фонарды жәбірленушінің аяғына бағыттады. Таңқаларлық. Өте таңқаларлық жағдай. Мүмкін қылмыскер бірдеңені байлағысы келген шығар. Әлде бұл қандай да бір ауру кубығы ма? Толық жазып ал, Кан Минджун, деді Пак До Хён бойын түзеп көлікке қарады. Жүргізушінің есігі ашық тұрды. Ол ішке қарады. Көлік іші қымбат былғармен темекіге толы еді. Басқару тақтасында жеке гольф клубына рұқсат қағазы жатты. Бірақ Пак До Хён назарын аударған нәрсе бұл емес еді. Ол жүргізуші орындығының толығымен артқа қарай итерілгенін байқады. «Мәйіттің бойы қандай болды?» деп сұрады сержант. «Орташа бойлы». «Онда неге орындық 6 фут 6 баскетболшы көлік жүргізіп келе жатқандай артқа қарай итерген?» Ол қабағын тиді. Чхве Сон У артқы орындықтан көлік жүргізуді ұнататын ба? Әлде ол рульде соңғы отырған адам емес пе еді? «Күзетші, бері кел». Егде жастағы күзетші көліктің ішіне қарамауға тырысып жақындады. «Көліктің аллеяға кіріп кеткенін көрдің бе?» «Жоқ, офицер. Мен өз жұмысыма сәйкес периметрді аралап жүрдім. 2 рет тарсылдаған дыбысты естіп, оны тексеріп көруді шештім. Ал мен мұнда келген кезде 10 минуттан кейін...» «Міне», деп ол өлі денені нұсқады. «Көргенім осы, бірден полицияға хабарластым». Бір нәрсені есіне түсіргендей, күзетші ойланып алды да сөйлей жөнелді. «Бірақ мен Чхве Сон У мырзаның әйелі Юн Сора ханымның көлігін көрдім. Ол таңғы сағат 3 шамасында кешеннің басты қақпасынан өтті». Кан Минджун уақытты тез арада дәптеріне жазып алды. Таңғы сағат 3. Мәйіттің өлімі шамамен сағат 2 шамасында болған деп есептеді. «Юн Сора ханым қазір қайда?» деп сұрады Минджун. «Сарайда». Пак До Хён Минджунға қарады. Қарт полицейдің көзінде қызығушылық ұшқыны жарқ етті. «Сонымен, жаңадан келген жігіт, көңіл айтуға барайық па? Миллионердің жесірінің көз жасы қаншалықты шынайы екенін көрейік». Олар көлікке отырды. Сонда Минджун әкесі айтқан аңшылық сезімнің оянғанын сезді. Чхве Сон У сарайы шығанақтың үстінде шынымен бетоннан жасалған бекініс сияқты зәулім еді. Қалың тұманның өзінде ол суық және жақындау мүмкін емес сияқты көрінді. Патрульдік көліктің дөңгелектері қиыршық тасты жолмен сықырлаған кезде Кан Минджунның тамағында түйін пайда болды. Өлім туралы хабарлау жұмыстың бір бөлігі еді. Академияда дайындала алмаған нәрсе. Юн Сора есікті өзі ашты. Ол қара жібек халат киіп, белін жіңішке белдікпен буып алған. Юн Сора ұзын бойлы, сымбатты екен. Мінсіз дене бітімі мен керемет келбетімен ерекшеленіп тұрды. Кан Минджун оның көздерінің жылағаннан немесе ісінгеннен қызармағанын, мүлдем таза екенін байқады. «Полиция ма? Чхве Сон Уға бірдеңе болды ма?» Оның даусы тартылған жіп сияқты бір келкі естілді. «Юн Сора ханым, көңіл айтамыз», деп бастады Пак До Хён қалпағын шешіп жатып. «Күйеуіңіздің денесі 40 минут бұрын Сильвер Лайк аллеясынан табылды. Ол өлтірілген», деп қаралы хабар жеткізілді. Бірақ Юн Сора айқайлаған жоқ, жылаған да жоқ. Ол дәліздегі былғары орындықтың шетіне ақырын отырды да, аузын қолымен жауып алды. Бұл қимыл ойластырылған, театрландырылған қойылымдай көрінді. «Өлтіріп кеткен бе? Бұл қандай да бір қателік болар. Сон У жұмыста болған. Біз мұның қаншалықты қиын екенін түсінеміз», деді Кан Минджун ақырын дауыспен бөлмеге тереңірек еніп. «Біз сізге бірнеше сұрақ қоюымыз керек».
Кеше түнде сағат 2 мен 3-тің арасында қайда болдыңыз? Юн Сора оған болаттай көздермен қарады. Империум Сеул қонақ үйіндегі қайырымдылық шарасында болдым. Бұл жабайы табиғат қоры үшін қаражат жинау шарасы еді. Мен үйге таңғы сағат 3-те шамасында келдім. Қақпадағы күзетші менің көлігімді күзетіп тұраққа қою керек еді. Қайырымдылық шарасының соңына дейін сіздің қатысқаныңызды біреу растай ала ма? Деп сұрады Пак До Хён қонақ бөлмені қарап жатып. 300 адам офицер. Мен, мэр мен оның әйелінің қасындағы негізгі үстелге отырдым. Түн ортасында сөз сөйледім. Содан кейін біз дәліздерде болашақ жобалардың егжей-тегжейін таңғы сағат 2:30-ға дейін талқыладық. Қонақ үйдің қауіпсіздік видеоларын тексере аласыз? Кан Мин Джун дәптеріне жазып алды. Алиби ауа өткізбейтін сияқты көрінді. Егер оны Империум Сеул қонақ үйінде 300 адам көрген болса, ол 2 миль қашықтықтағы қараңғы аллеяда бола алмас еді. Бірақ оның назарын басқа нәрсе аударды. Журнал үстерінде ақ лала гүлдер салынған ваза тұрды. Гүлдер солып, жапырақшалары сарғайып, жылтыр үстел бетіне түсіп бастаған. Сізге лала гүлдер ұнай ма, Сора ханым? Деп сұрады Мин Джун бейқан дауыспен. Олар Сонудың сүйікті гүлдер еді. Ол оларды 3 күн бұрын әкелді. Сіз мінсіз тәртіпті бағалайтын әйел сияқтысыз. Мұндай үйде өлі гүлдердің болуы таңқаларлық. Сора ханым бір сәт ернін біріктірді. Оның көзінде ашу ұшқыны пайда болды. Ол оны тез басып тастады. Менің вазалармен айналысуға уақытым болмады, офицер. Мен кешке дайындалумен әлек болдым. Егер сұрақтарыңызды қойып болсаңыздар, мен жалғыз қалғым келеді. Адвокатым мен отбасыма қоңырау шалуым керек. Олар верандаға шыққанда тұман тарай бастады. Шығанақтың қараңғы сулары көрінді. Пак До Хён патрульдік көлікке сүйеніп темекі тұтатты. Сен қалай ойлайсың, Кан Мин Джун? Алиби қалай? Маса оған мұрнын кіргізбейді. Қала әкімі сөзіне күмән келтіретін куәгер емес. Әйел тым сабырлы, сержант, деп басын шайқады Мин Джун. Қарапайым адамдар жақындарының қайтыс болғанын білгенде, бұл қалай болды? Ол ауырып қалды ма? Сіз кісі өлтірушіні ұстадыңыз ба? Деп сұрайды. Ол ештеңе сұраған жоқ. Ол жай ғана өзінің алибиін растады. Біздің келетінімізді біліп, жауабын алдын ала дайындағандай. Ал мына лала гүлдер. Пак До Хён темекі түтінін үрлеп шығарды. Дұрыс айтасың, балам. Байлар шіріген заттарды көзден таса ұстамайды. Егер сол гүлдер басқа мақсатта пайдаланылмаса. Мин Джун сағатына қарады. Таңғы 5:30. Бірінші тапсырма аяқталуға жақын еді. Бірақ ол нағыз жұмыстың енді ғана басталып жатқанын сезді. Бұл сарайда қымбат жиһаз бен суық күлкінің арасында солған лала гүлдердің ғана емес, сонымен қатар мұқият жоспарланған қылмыстың иісі ауада ілініп тұрды. Учаскеге барайық, деді Пак До Хён темекісін тартып жатып. Біз метрополитен полициясынан құжаттар сұраймыз. Сора ханымның өзі айтқандай, қайырымдылық жұмыстарына шынымен де қатысқанын көреміз. Ал Мин Джун, Чхуэ Сонудың барлық қызметкерлерінің тізімін тексеріп көрші. Бізге ұзын бойлы, аяқтары көлерлікте сыймай, сиденияны артқа итеріп, отырып жүргізетін біреуді табу керек. Келесі таң полиция бөлімшесіне ерте келген Мин Джунды күйген кофенің иісі мен баспаханалардың гүлі қарсы алды. Люксі қанбаса да, Мин Джун ішінен ерекше сергек болып тұрғанын сезінді. Ол артқы бөлмеден түсірілген фотосуреттер мен сарайдан түсірілген суреттерді үстелге қойды. Сержант, мен Империум Сеул қонақ үйінің қауіпсіздік жазбасын тексердім, деді Мин Джун планшет экранын нұсқап. Юн Сора өтірік айтқан жоқ. Ол аудиторияға сағат 19:00-де кіреді. Ол түн ортасында сахнада болады. Және дәл сағат 2:35-те негізгі вестибюльден шығады. Тұрақ камерасы оның көлігіне отырғанын жазып алады. Пак До Хён оның артынан келіп, экранға көзін тастады. 2:35. Ал күйеуінің денесі сағат 2-ден 15 минут өткенде табылды.
Бір уақытта екі жерде болу физикалық тұрғыдан мүмкін емес. Егер ол телепортацияны үйренбесе, әрине, бұл әзірге біздің күдігіміз ғана. Немесе біз дұрыс емес нәрсеге қарап тұрмыз, деді Минджун қонақ үйден шығып бара жатқан Юн Сораға қарап. Көйлегіне қарашы, ұзын, жылтырақ етегіне. Ол өте абайлап жүріп, етегін көтерді. Енді детектив жіберген химиялық тазалаушының суретіне қара. Минджун Сора ханым таңертең тазалауға алып кеткен есіктің ашылуын әрең күтіп тұрған көйлерінің етегінің суретін көрсетті. Етегінде қара заттың микроскопиялық іздері бар. Сот медициналық сараптама тобы алдын ала есеп жіберді. Бұл жолдың топырағы. Бұл өнеркәсіптік аймақтардағы ауыр қақпалардағы роликтерге қолданылатын графит майы. Мегаполис кілеммен және мәрмәрмен қапталған, ал оның сарайы гранит пен ағаштан жасалған. Құны $10,000 кешкі көйлекте өнеркәсіптік май қайдан жүр? Деп мырс етті Пак До Хён қызығушылықпен. Содан кейін мәйіттің көйлегіндегі орындық бар, деп жалғастырды Минджун. Мен автожөндеу шеберханасының жазбаларын тексердім. Чхве Сон Удың бойы 175 см, Сораның бойы 180 см. Сонымен қатар биік өкшелі аяқ киімді қос. Мүмкін, орындық оның бойына дәл сәйкесінше жылжытылған шығар. Сержант, егер ол кешкі ас кезінде болмаса ше? 300 куәгер мэр, оның бәрін қайда қоясың? Ал егер бөлмеде оның нақты өзі болмаса ше? Минджун теорияның қалыптасқанын сезді. 3 күн бұрын Чхве Сон У лилия гүлдерін алып келді дегені есінде ме? Сол түні ол үнсіз банкетке дайындалу керек деген сылтаумен Империум Сеул қонақ үйінен бөлме брондаған. Оның камералардың көрінбейтін аймақтарын зерттеп, сыбайласын табу үшін 3 күні болды. Минджун Чхве Сон Удың қызметкерлерінің жеке істері бар папканы ашты. Мынаған қараңызшы. Кан Тэ Сик, Юн Сораның жеке жүргізушісі және күзетшісі. Бойы 195 см. Бұрынғы каскадер. Ол бүгін таңертең радардан жоғалып кетті. Минджун стилге тағы бір баспа қағазын қойды. Юн Сораның соңғайдағы шығындарының тізімі. 3 апта бұрын ол кино таланттары агенттеріне үлкен соманы аударған екен. Ресми түрде бұл қайырымдылық кешіне қосымша қызметкерлерді табу үшін деп көрсетілген. Бірақ мен тереңірек үңіліп көрейін. Қосымша көмекшінің бірі, агенттіктегі актриса Хан Чи Йон есімді біреу, Сораға қатты ұқсайды. Бойы да, беті де сол қалпында. Сол кеште актриса да Империум Сеул қонақ үйінде болды. 300 мас бай адамдар, күңгірт жарық, жыбылықтаған прожекторлар және литрлеп ішілген қымбат шампан. Оларға Сораның қажеті жоқ еді. Әлде олар оны тіпті ажырата алмайтындай халде болулары әбден мүмкін еді. Оларға таныс көйлектегі силуэт керек болды. Минджун кідіріп, бейне бақылау жазбаларын анық түсінуге мүмкіндік берді. Актриса Хан Джи Йон мерге тәтті күлімсіреп тұрғанда нағыз Сора күйеуін Silver Lake аллеясында күтіп отырған сияқты. Ол оны таңғы сағат 2:15-те қаланың арғы жағында тост айтып жатқанда өлтірді. Содан кейін көлікті тұйыққа тіреді. Кан Тэ Сик оны сол жерде күтіп тұрған еді. Олар заттарын алмасу үшін порттың өнеркәсіптік аймағында кездесті. Сора қайтыс болған адамның аяқ киімінің суретін нұсқады. Міне, олар қателесті. Кан Тэ Сик мәйітті көліктен сүйреп шығарып жатқанда, аяқ киімнің бауы металл тежегіш педальға қысылып қалады. Ол оны тартып алады, ал аяқ киімнің бауы көлікте қалады. Ол қараңғыда мұны байқамады. Содан кейін Сора қонақ үйге кір жуатын бөлме қызметінің қосасалқы есігі арқылы кірді. Онда актриса Хан Джи Йон күтіп тұрды. Жуынатын бөлмеде 5 минут кідіріп, актриса артқы есіктен шығып кетті. Ал нағыз Юн Сора таңғы сағат 2:35-те барлық камераларға түсілгендей негізгі фойеден салтанатты түрде өзі шықты. Пак До Хён фотосуреттерге қарап ұзақ уақыт үнсіз қалды. Бөлмеде тек ескі кондиционердің гуілі ғана естілді. Бұл ессіз естіледі. Миға қонымсыз естіледі, новичок. Кинематографиялық.
есептелген ессіздік. Бірақ бізде сенің болжамдарынан басқа ештеңе жоқ. Көйлегіңнің етегі майланған десек, Юн Сора тұрақта кездейсоқ оны басып кетті деп жауап беруі мүмкін. Бізге теориядан гөрі дәлелді фактілер керек, деді Пак До Хён баяу күлімсіреп. Сержант, қала әрқашан сигнал жібереді дегеніңіз есінде ме? Оған үрей тудыратын сигнал жіберейік. Біз оған айыптау тағып емес, біз оған жақсы хабармен барамыз. Айталық, біз Канте-Сикті таптық. Ол иммунитет үшін куәлік беруге дайынделік. Сора өмір бойы бас бостандығынан айырылу жазасына кесілгенде, Канте-Сиктің оған қаншалықты адал қалатын білмейді. Сондықтан ол күтпейді. Ол соңғы жіпті өзі кесіп көруге тырысады. Пак До Хён ақырын көтеріліп, қапшығын реттеді. Бұл қауіпті, жаңадан келген жауынгер. Бірақ бұл біздің қолдағы ең жақсы жоспар. Кеттік. Драма ханшайымның жүйкесі қаншалықты мықты екенін көрейік. Рөлді ауыстыру теориясы қалыптасып жатқанда, істе жаңа туға пайда болды. Күміс көл аймағын патрульдейтін адамдары бар Black Tiger Security компаниясының иесі О. Дже Вон станцияға өзі келді. Оның түрі кәрі бульдогтың келбетіне ұқсайтын, жақ сүйегі төртбұрышты, қатал көзқарасты және ауыр жұмысқа үйренген епті қолды адам еді. Сіздің Канте-Сиктің ізін сұрап жатқаныңызды естідім. О. Дже Вон пальтосын киіп, Минджунның қарсысына отырды. Канте-Сик менің бұрынғы қызметкерім. Мен оны 2 жыл бұрын клиентім Чхуэ Сонудың әйелімен тым жақын болғандығы үшін жұмыстан шығардым. Минджун сержант Пак До Хёнға көз жүгіртті. Сен мұны тек қазір ғана бөлісіп тұрсың ба? Деп сұрады Минджун диктофонды қосып. Чхуэ Сону өзінің жаңа терминал үшін порттағы менің жер телімімді тартып алмақ болды. Біз 1 жыл бойы шайқастық. Ол мені қорқытты, ал мен оны өзінің зәулім ғимаратының іргетасына көмемін деп уәде бердім. Менің қорқытуларының жазбалары сізде бар шығар, деп күлді О. Дже Вон. Бірақ мен оны өлтірген жоқпын. Сол түні мен кеңсемде жалғыз болдым. Кіреберістегі камералар менің кешкі сағат 10:00-де кіріп, таңғы 6:00-де шыққанымды жазып алды. Жарайды делік, деді полицей Минджун. Дже Вон, сіз өнеркәсіптік аймаққа кіре аласыз ғой. Ал сіздің адамдарыңыз Silver Lake-тегі камераның көрінбейтін аймақтарын қалай айналып өту керектігін біле ме? Әрине біледі. Бірақ мен компанияма жауапты салада біреуді атып тастайтындай ақымақ емеспін. Бұл қылмыс орнында визитка қалдырғанмен бірдей. О. Дже Вон алға еңкейді. Юн Сора, міне, нағыз жыртқыш. Ол 1 жыл бұрын Чхуэ Сонуды қорқыту үшін Канте-Сикті пайдаланған. Чхуэ Сону олардың романтикасы туралы біліп қойып, ажырасуға өтініш беруді шешкенде ештеңесі қалмайтынын түсінді. Неке алдындағы келісім бойынша ажырасқан жағдайда ол аз ғана пайыз ақша алуға құқылы еді. Ал күйеуі қайтыс болған жағдайда барлығын. Минджун асығыс жазып алды. О. Дже Вон агрессивті болып көрінді, бірақ оның сөздері тергеу материалдарына сәйкес келді. Бірақ Минджунды мазалаған бір деталь бар еді. О. Дже Вон, егер Канте-Сик оған соншалықты берілген болса, неге қазір жасырынып жүр? Өйткені ол ақымақ. Ол Сораның өзін құтқаратынына сенімді. Бірақ Юн Сора құтқарушы емес. Ол қайта өңдеуші. О. Дже Вон орнынан тұрды. Юн Сораның соңғы 3 күндегі есепшоттарына қараңызшы. Ол 500 000 вонды қолма-қол ақшамен алды. Бұл жерлеу рәсіміне арналмағаны айдан анық, офицер. Бұл үнсіздіктің бағасы, немесе билеттің бағасы болуы мүмкін. О. Дже Вон кеткен кезде кеңсені ауыр тыныштық басты. 2 күдікті, деп түйіндеді Пак До Хён. Біреуі ниеті мен ресурстары бар кәсіби құқық қорғау органының қызметкері, бірақ күдікті түрде қарапайым алиби. Екіншісі ауа өткізбейтін алиби бар, бірақ көйлегінде іздері бар және жоғалған сүйіктісі бар жесір әйел. О. Дже Вон тым ашық.
Минджун ойланып, қалтасында әрқашан өзімен бірге алып жүретін ескі тиынды қолына аударып қойды. Ол бізді жесір әйелге қарай әдейі итеріп жіберу үшін келді, деп ойлайсың ба? Оның айтқандары рас болуы мүмкін. Немесе оның өз ізін жасыру әрекеті болуы мүмкін. Бірақ киімі қандай еді, сержант? Деді. О Джевон киімінде өнеркәсіптік майдың дақтары болуы қалыпты жағдай. Өнеркәсіптік аймақ пен порт бір жерде орналасқан. Минджун қаланың картасын ашты. Чхуэ Сону терминал салғысы келген порт секторы метрополь қонағы мен Сильвер Лайктың дәл ортасында орналасқан. Біз екеуінде алаңдатуымыз керек, деп шешті Минджун. Егер Юнсора шынымен 500 мың ақшаны алып қойса, оны Кантесикке береді. Пак До Хён басын изеді. Минджун шиеленістің күшейгенін сезді. Ол жаңадан келген ойыншы еді. Бірақ қазір ол кісі өлтіруді күрделі шахмат ойынына айналдырған адамдарға қарсы ойнап жатыр. Психологиялық қысым олардың негізгі құралы болуы керек. Енді оны оларға қарсы қолданудың уақыты келді. Кеш бата қаланы қатты суық басты. Полиция бөлімшесінде жыпылықтаған люминесцентті шамдардың астында Кан Минджун ішінде көрінбейтін жіптің тартылып тұрғанын сезді. Психологиялық қысым нәзік құрал. Және бүгін ол оны өзін осал емес деп санайтын әйелге қолданайын деп тұр. Дайынсың ба балам? Деп сұрады Пак До Хён күртешесінің жағасын түзетіп. Есінде болсын, біз айыптап жатқан жоқпыз. Біз ақпаратпен бөлісіп жатырмыз. Оған қателік жасауына себеп береміз. Олар қайтадан сарайдың табалдырығында тұрды. Бұл жолы Сора ханым оларды кішкентай қонақ бөлмеде қарсы алды. Ол өзінің салқын қандылығын көрсететін ресми сұр костюм киген еді. Сол-солған лала гүлдер үстел үстінде әлі тұрды. Минджун олардың иісінің жағымсыз, шыдау мүмкін емес болып кеткенін байқады. Офицерлер, мен барлық рәсімдер сақталды деп ойладым. Сора қасын көтеріп, оларға орын ұсынбады. Барлығы дерлік, Сора ханым. Минджун алға шығып, дауысын сабырлы, бейқамыстауға тырысты. Біз сізге тергеуімізде үлкен жетістікке жеткенімізді хабарлауға келдік. Біз сіздің күйеуіңіздің аллеяға кетпес бұрын соңғы сәттерін өткізген жерін таптық. Бұл порттың өнеркәсіптік аймағындағы ескі қойма. Сора аздап дірілдеп кетті. Бұл миллиметрлік қозғалыс, мойын бұлшықеттерінің бір сәтке ширығуы еді. Минджун мұны байқады. Өнеркәсіптік аймақш па? Ол суық күлімсіреді. Менің күйеуім сол тот басқан контейнерлердің арасында не істеп жүр? Бізде соны ойладық, деді Минджун кітап сөрелерінің бойымен жүріп. Бірақ ең қызығы, біздің сарапшымыз сол жерден бойы шамамен 195 сантиметр болатын өте ұзын бойлы ер адамның іздерін тапты. Бізде куәгер бар. Сол жерде тұратын баспанасыз ер адам. Ол қара жол талғамайтын көліктен түсіп, жүргізуші киімін киген ер адамға бірдене беріп жатқан ұзын бойлы әйелді де көрді. Минджун әйелдің бет әлпетін мұқият бақылап тұр. Ол бетперде киген күйінде қалды. Бірақ жібек шарфының шетін ұстап тұрған саусақтары ағарып кеткен еді. Куәгер, ол әйелдің сізге қатты ұқсайтынын айтады, деп жалғастырды Минджун ара қашықтықты жақындатып. Әрине, біз сіздің сол түні мегаполисте болғаныңызды түсінеміз. 300 адам, қала әкімі. Бірақ бұл қаңғыбас ханымның кім екенін анықтауға дайын екенін айтады. Біз оны ертең таңертең ресми түрде беттестіруге апарамыз. Бұл күлкілі, деп Сора кенеттен орнынан тұрды. Сіздер айыптауды бір ессіз адамның сөзіне сеніп негіздейсіздер ме? Менің алибиім бар. Әрине, деп жауап берді Минджун ақырын. Бірақ тағы бір деталь бар. Кантесик. Біз оның телефонын сол қойманың жанындағы нөсер суын жинайтын құбырдан таптық. Онда кісі өлтіруден 1 сағат бұрын жіберілген көптеген қызықты хабарламалар болған. Бұл әрине өтірік еді. Телефонда куәгер де болған жоқ. Бұл үрей тудырудың классикалық айлашарғысы еді, Пак До Хён. Минджунге патрульдегі бос уақытында үйреткен сияқты. Қалған деректерді түсіну үшін бізге уақыт керек, деп қосты Пак До Хён шығуға қарай бет алып. Біз сізге ертеңгі таң ұзақ болатынын ескерткіміз келді.
Қайырлы түн, Юн ханым. Олар көлікке отырып, қауіпсіз қашықтыққа жүріп бара жатқандай болып, фараларды өшірді. Ол жемді алды ма, сержант? Ол алды ма? Пак До Хён қызметтік қаруының оқтарын тексерді. Ол таңға дейін күтпейді. Егер Кан Тэ Сик әлі тірі болса, және оны жоюға шынымен де күші жетсе, ол мәселені шешу үшін қазір оған барады. О Дже Вон айтқан 500 000 қолма-қол ақша оның жаңа өмірге билеті немесе өлім жазасы еді. Олар көлікті көшенің соңындағы жайқалған емен ағаштарының көлеңкесіне қойып күте бастады. Минуттар сірне сияқты созылып жатты. Мин Джун жүрегінің әрбір соғысын сезінді. Психологиялық қысым жұмыс істеді. Аңшы аң аулайтын адамға айналды. Енді тек соңынан еру ғана қалды. Шамамен 2 сағат өтті. Аздап басылғандай көрінген түнгі тұман сарайды қайтадан жауып алды. Мин Джун ауыр темір қақпаларға көзін тіктеп отырды. Патрульдік көліктен ескі былғары мен Пак До Хён ұйықтамау үшін тістеген жалбыз иісі шығып тұрды. «Қараңыз», деп сыбырлады сержант. Қақпа баяу ашылды. Көлеңкеден қарапайым сұр седан шықты. Сораның сәнді көлік емес, әдетте жалға алуға арналған ескі үлгідегі көлік. Ол фараларын өшіріп, елес сияқты баяу және үнсіз қозғалды. Ол біз ойлағаннан да ақылды екен, деді Мин Джун қозғалтқышты іске қосып. Ол қызметшінің көлігін алған, немесе алдын ала жалға алған. Олар өлшеулі қашықтықта, көрінбейтін жерлермен алыс жүрді. Юн Сора сенімді түрде көлік жүргізіп, порт маңындағы өнеркәсіптік секторға қарай бет алды. Мұнда ландшафт күрт өзгерді. Күтімделген бақтар мен мәрмәр бағаналардың орнына тот басқан кран аралдары, биік таулардай жиналған контейнерлер және сынған бетон үлескілері пайда болды. Көше шамдары жартылай жанып тұрды. Жолдың арғы бетіне күңгірт, аурушаң сары жарық түсіп тұрды. 49-шы қойманың алдына сұр седан келіп тоқтады. Сора көліктен түсті. Ол киімінің үстінен қарапайым комбинезон киіп, бетін қалың капюшонмен жауып тұрды. Ол ауыр сөмкесін құшақтап алды. «Шығып көрейік. Мин Джун, тыныштал», деп бұйырды Пак До Хён. Мин Джун порттың суық ауасы өкпесін күйдіріп жатқанын сезді. Олар қысқа қашықтықта қозғалып, металл сынықтарының артына тығылды. Қойманың ішінде жалғыз шам күңгірт жанып тұрды. Сора ішке кірді. Ал офицерлер оның артынан байғатпай кіріп, бос бөшкелер қатарының артындағы бүйірлік кіреберісте жасырынып тұрды. «Кан Тэ Сик, сен барсың ба?» Оның әдеттегідей салқын қанды дауысы енді жасырынған шиеленістен дірілдеп шығып тұрды. Жәшіктер үйіндісінің артындағы қараңғылықтан бір адам пайда болды. Бұл Кан Тэ Сик еді. Оның бойы 2 метрге жуық болғандықтан тар кеңістікте тас сияқты көрінді. Беті сызылып, көздері қызу жарқырап тұрды. Ол қолына тапанша ұстап, еденге бағыттады. «Ақша әкелдің бе?» деп сұрады ол, дауысы қарлығып. «Полиция менің ізіме түсіп жатыр, Сора». «Тыныштал, Тэ Сик. Мұнда 500 000 бар. Бұл бізді бұл жерден шығаруға жеткілікті». Ол сөмкесін бетон еденге қойды. «Бірақ бір мәселе бар. Олар қойма туралы біледі. Біздің бірге осында болғанымызды біледі». «Не? Қайдан?» Тэ Сик оған қарай бір қадам жасады. «Маңызды емес. Маңыздысы, куәгер мені таңертең айқындайды. Егер олар сені де ұстап алса, біз қырдық дей бер. Сен бәрін, біздің Чхуэ Сонудың өліміне қатысты дәлелдердің бәрін жойып жібердің бе?» Сора комбинезонының қалтасына ақырын қолын салды. «Бірақ мен бұлай тәуекел ете алмаймын». Мин Джун оның қолындағы металл жарқылын көрді. Оның ақшаны беру ниеті болған жоқ. Ол соңғы одақтасын жоюға келген еді. «Қазір», деп айқайлады Пак До Хён. Ол қуатты тактикалық фонарды жағып жіберді. Қараңғы қойма кенеттен аппақ жарыққа көмілді. Пак До Хённың тактикалық шамы Кан Тэ Сиктің көзін қарықтырып жіберді. «Полиция, қаруды таста!» деп айқайлады. Сержанттың дауысы темір қабырғаларға жаңғырып соғылды. Бірақ бәрі Кан мен Джун ойлағандай болмады. Кан Тэ Сик шошып артқа секірген сәтте, Юн Сора кенет бұрылып, қолындағы тапаншаны тура Мин Джунға бағыттады. «Төмен жат», деді ол суық дауыспен.
Бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай болды. Минджун оның көздеріне қарады. Бұрынғыдай сабырлы, мұздай емес. Қазір олардың ішінде үрей мен шарасыздық араласқан жабайы ашу ойнап тұрды. Сора ханым, бітті, деді Минджун баяу. Сізде шығатын жол жоқ. Жоқ, офицер. Шығатын жол әрқашан болады. Ол шіріппеге саусағын қаттырақ басты. Сол сәтте Кан Тэ-сик күтпеген әрекет жасады. Жоқ, деп айқайлап, ол әйелдің қолын қағып жіберді. Оқ төбедегі металл арқалыққа тиіп, қойма іші жаңғырыққа толды. Пак До Хён бірден алға ұмтылып, Сораны жерге құлатты. Минджун Кан Тэ-сикке секіріп барып, оны бетон еденге басып қалды. Бәрі бірнеше секундта аяқталды. Тек қойманың төбесінен тамшылаған судың дыбысы ғана естіліп тұрды. Юн Сора күліп жіберді. Тыныш күлкі, суық күлкі, жүйкеге тиетін күлкі. Сендер тым кеш келдіңдер, деді ол баяу. Минджун қабағын тиді. Не туралы айтып тұрсыз? Сора басын сәл қисайтты. Сендер бұл ойында тек пешкасындар. Пак До Хён оны кісендеп жатып. Әдеттегі байлардың брамасы. Күйеуін өлтіріп, енді философия айтып тұр, деп күңкілдеді. Сора мен Тэ-сикті бөлімшеге апарыңдар, деді Пак До Хён рацияға. Ешкіммен сөйлестірмеңдер. Кан Тэ-сикті алып кетіп бара жатқанда, ол кенет тоқтап қалды. Офицер, деді ол Минджунға қарап. Ол адам оң аяғын сәл сүйретіп басады. Не? Атқан кезде контейнер арасындағы жарықтан байқап қалдым. Ақсақ сияқты еді. Минджунның көздері үлкейіп кетті. Оның ойына бірден бір адам келді. О. Дже Вон, Black Tiger Security иесі. Портты 5 саусағындай білетін адам. Сонымен ашық жауласып жүрген адам. Және бұрынғы жарақатынан кейін сәл ақсаңдап жүретіні туралы ақпарат Минджун оқыған жеке істе жазылған еді. Пак До Хён да бәрін түсінді. Көлікке отыр, қазір! Таңғы сағат 4:30. Black Tiger Security кеңсесі Пусан портындағы ескі әкімшілік ғимаратында орналасқан еді. Жоғарғы қабаттағы терезеде жарық жанып тұрды. Ол бізді күтіп отырғандай, деді Минджун, немесе қашуға дайындалып жатыр. Олар ғимаратқа үнсіз кірді. Іште тым тыныш еді. Тек ескі кондиционердің гуілі ғана естіледі. Минджун тапаншасын ақырын көтерді. Полиция! О. Дже Вон! Жауап болмады. Екінші қабатқа көтерілгенде олар ашық тұрған есікті көрді. Кеңсе іші қараңғы, ал стел үстінде жалғыз шам жанып тұр. Оның астында бір папка жатыр. Пак До Хён папканы ашты. Ішінде Сонудың құрылыс жобалары, жер келісімдері және ондаған фотосурет болды. Суреттердің бірінде Юн Сора мен Кан Тэ-сик қойма жанында сөйлесіп тұр. Оларды біреу алыстан түсірген, бақылаған. Ал келесі суретте Минджун тынысы тарылып кетті. Онда Пак До Хённың өзі бейнеленген еді. Портта, бір апта бұрын. Бұл не сұмдық, деді сержант ақырын. Сол сәтте қараңғы бұрыштан шапалақ дауыс естілді. Әсерлі тергеу, офицерлер. О. Дже Вон көлеңкеден баяу шықты. Қолында тапанша. Бірақ оның жүзі сабырлы еді. Тіпті күлімсіреп тұрды. Мен сендердің мына жерге дейін жететіндеріңді күтпеппін, деді ол. Қаруды таста, деп айқайлады Минджун. Жоқ, әлі ерте. Дже Вон стелге сүйенді. Сендер шындықтың жартысын ғана білесіңдер. Иә, мен Сонуды жек көрдім. Бірақ ол өлтіруге лайық болғандықтан емес. Онда не үшін? Дже Вонның көзі суып кетті. Себебі ол адамдарды сатып жүрді. Бөлмеші үнсіз қалды. Не айтып тұрсың? Деді Пак До Хён. Контейнерлер, порт, заңсыз тасымал. Сону құрылыс бизнесінің артында адам саудасымен айналысты. Әйелдер мен мигранттарды жалған құжатпен тасымалдаған. Минджун сенбей қалды. Дәлелің бар ма? Дже Вон стелдегі флешканы нұсқады. Барлығы сонда. Есімдер, ақша аударымдары, шенеуніктер, полицейлер. Пак До Хённың жүзі өзгеріп кетті.
Полицейлер? Иә, сержант. Сендердің бөлімшеде де оның адамдары болған. Минджунның арқасынан мұздай тер жүгірді. Кенет төменгі қабаттан көлік дыбыстары естілді. Бір емес, бірнешеу. Джевон терезеге қарап күліп жіберді. Міне, олар да келді. Төменде қара түсті жол талғамайтын көліктер тоқтап жатты. Қаруланған адамдар ғимаратты қоршай бастады. Бұл кімдер? Деді Минджун. Сонудың серіктестері, деді Джевон. Олар флешканың полицияға өткенін қаламайды. Пак До Хён қаруын қайта оқтады. Керемет, енді бізді де өлтірмек. Минджун жүрегінің дүрсілін сезді. Бұл енді жай кісі өлтіру емес еді. Бұл үлкен жүйе болатын. Сатқындыққа, ақшаға және қорқынышқа құрылған жүйе. Сырттан автомат дауыстар естілді. Терезе быт-шыт болып сынды. Жат, деп айқайлады Пак До Хён. Үшеуі еденге құлады. Оқтар қабырғаны тесіп өтті. Джевон ауыр шкафты итеріп, есікті бекітті. Артқы шығатын жол бар, деді ол. Бірақ сендер шешім қабылдауларың керек. Қандай шешім? Флешканы алып қашасыңдар ма? Әлде бүгін түнде тірі қалуды таңдайсыңдар ма? Минджун флешкаға қарады. Сосын Пак До Хёнға. Сержант ауыр күрсінді. Балам, кейде шындық адамды өлтіреді. Төменде тағы да жарылыс болды. Ғимарат дірілдеп кетті. Минджун баяу флешканы қолма алды. Оның алғашқы аптасы аяқталуға жақын еді. Бірақ дәл осы сәтте ол бір нәрсені анық түсінді. Нағыз қылмыс көшедегі қарақшыларда емес. Нағыз қылмыс костюм киіп, биік ғимараттарда отыратын адамдарда еді. Ал енді сол адамдар оның да артынан келетін болады. Ғимарат тағы да шайқалды. Төменгі қабаттан ауыр қадамдардың дыбысы естілді. Қаруланған адамдар жоғары көтеріліп келе жатты. Пак До Хён қабырғаға сүйеніп отырып, магазинді ауыстырды. 3 оқ қалды, деді ол құрғақ үнмен. Кан Минджун флешканы күртесінің ішкі қалтасына салып жіберді. Оның саусақтары мұздап кеткен еді, бірақ ойы бұрынғыдан анық болатын. Джевон артқы есікке қарады. Дәл қазір кетпесек, бәріміз осында қаламыз. Бірнеше секундқа бәрі үнсіз қалды. Сырттан айқай естілді. Флешканы алыңдар, тірі куә қалмасын. Минджунның денесі тітіркеніп кетті. Демек, бәрі рас. Сонудың өлімі жай ғана бай адамның кері емес. Бұл үлкен жүйенің ішкі соғысы еді. Пак До Хён Минджунға қарады. Балам, мен оларды бөгеймін. Сен флешканы алып кетесің. Жоқ, деді Минджун бірден. Бұл бұйрық. Сержанттың дауысы баяу шықты. Бірақ онда әдеттері темірдей қаттылық бар еді. Сен әлі жассың. Ал мен бұл қаланың қандай екенін баяғыда түсінгенмін. Егер дәлел жоғалса, бәрі бекер. Минджун қарсы сөйлегісі келді. Бірақ До Хённың көзіне қарағанда тоқтап қалды. Қарт сержант алғаш рет шаршаған адам сияқты көрінді. Артындағы шкафты жылыштайық, деді Джевон. Шкафтың артында тар темір есік пайда болды. Бұл ескі қызметтік туннель, портқа шығады. Сол сәтте негізгі есік тарс етіп шайқалды. Тағы бір соққы. Кемір құлып майса бастады. Пак До Хён орнынан тұрды. Кетіңдер. Минджун басын шайқады. Мен сізді тастамаймын. Сержант әлсіз күлімсіреді. Бірінші күні дүкендегі баланы құтқарғаның есінде ме? Иә. Сол кезде сен жақсы полицей болатыныңды түсіндім. Тағы бір соққы. Есік жартылай ашылды. Қара киінген адамдар көріне бастады. Пак До Хён оқ атты. Қоймашы мылтық даусынан жаңғырып кетті. Қазір кет! деп айқайлады ол. Джевон мен Джунды туннельге қарай итеріп жіберді де, артынан есікті қайта жауып үлгерді. Есік жабылған сәтте соңғы рет сержанттың бейнесі көрінді. Ол жалғыз өзі есік алдында қалды, қолында тапанша. Ал көзінде қорқыныш жоқ еді. Тек шешім. Туннель іші қараңғы әрі дымқыл болатын.
Минджун мен Чевон жүгіріп келе жатты. Арт жақтан оқ дауыстары бәсене естіліп тұрды. Сосын тыныштық. Минджун тоқтап қалды. Жүрегі бір нәрсені сезді. Жоқ. Ол кері бұрылмақ болды. Бірақ Чевон ойығынан ұстап қалды. Кеш. Минджун көзін жұмды. Пак Дохённың сол жерде өлім құшқанын ол іштей түсінді. Таң атып келе жатты. Порт үстіндегі тұман баяу сейіліп барады. Минджун жағалауда үнсіз тұрды. Қолында кішкентай ғана флешка. Бірақ оның ішінде ондаған адамның тағдырын өзгертетін шындық бар еді. Чевон қасына келді. Енді не істейсің? Минджун ұзақ үнсіз тұрды. Сосын баяу жауап берді. Аяқтаймын. 2 аптадан кейін Корея дүр сілкінді. Жасырын құжаттар жарияланды. Сонудың компаниясы адам саудасына, заңсыз қаржы аударымдарына және саясаткерлерді сатып алуға қатысы бар екені анықталды. Бірнеше жоғары лауазымды шенеунік қамауға алынды. Полиция ішінде де сатқындар табылды. Юн Сора мен Кан Тесик тұтқындалды. Ал О Чевон куәгер ретінде мемлекеттік қорғауға алынды. Бірақ Пак Дохённың денесі ешқайдан табылған жоқ. Ресми есепте қызметтік міндетін орындау кезінде қаза тапты деп жазылды. Көктем, Сеул. Кан Минджун жалғыз өзі Хан өзенінің жағасында тұрды. Қаланың үстінде күн баяу батып бара жатты. Ол қалтасынан ескі тиынды алып шықты. Пак Дохён әрдайым қолын айналдырып жүретін тиын. Минджун оны алақанына қысып тұрып, сержанттың соңғы сөздерін есіне алды. Адреналин жаман серіктес. Ол көзінді соқыр етеді. Минджун енді бұл сөздің мағынасын толық түсінді. Полиция болу тек қылмыскер ұстау емес. Бұл шындықты жоғалтпай өмір сүру. Тіпті сол шындық сенің жаныңдағы адамдарды алып кетсе де. Қала баяғысынша өмір сүріп жатты. Көліктер, неон шамдар, мыңдаған адамдар. Ал солардың арасында жаңа офицер Кан Минджун енді бұрынғы адам емес еді. Ол енді қаланың қараңғылығын көрген адамға айналды. Оқиғаның соны. Аудио әңгіме ұнаса, каналға жазылып, лайк баса отырыңыз. Келесі шығарма бұдан да қызықты болмақ.